Бәріне сәлем. Мен Шыңғырлау ауданының Лұқпа Қылышев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 2023 жылға түлегімін. Қазіргі таңда Қарағанды медицина университетінің 2-ші студенті болып табыламын. Мамандығым фармацевтикалық өндіріс технологиясы. Алдағы уақытта Шыңғырлау өркендеп дамитынына сенімдімін. Шыңғырлау мәңгі жасай берсін. Мен Таубаева Нұрай Гайнуллақызы, БқО Шыңғырлау ауданы Қарағаш ауылы Қуағаш негізгі білім беретін мектебінің түлегімін. Қазіргі таңда Гумилев атындағы информатика кафедрасының 1-ші курс студентімін. Мен өзімнің туған жерім Қарағаш ауылына және Қуағаш негізгі мектебінің ұстаздарына сәлем жолдаймын. Ассалаумағалейкум. Мен Айманғали Қалы Жәрдемұлы, Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Ақтау ауылының тұрғынымын. Ақтау орта білім беру мектебінің түлегі боламын. Қазіргі кезде Ақтау негізгі білім беру мектебі. Қазіргі кезде Америка құрама штаттарында, Массачусетс штатында аты әлемге әйгілі Массачусетс университетінде инженеринг менеджмент бағдарламасы бойынша ғылыми магистратураны оқудамын. Қайырлы күн, жерлестер. Мен Байгалиева Нұргүл Жұмабайқызы, Шыңғырлау мектебінің 2021 жылғы түлегімін. Және қазіргі таңда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде халықаралық қатынастар факультетінде білім алудамын. Әрбір жанның тұлғалық дамуы негізі мектеп кезінен басталады. Және осы орайда мен өзімнің Алтыная мектебінің ұстаздарына менің дамуыма өз үлестерін қосқандары үшін алғыс білдіргім келеді. Универ қабырғасында жүріп, білімдегі алғырлықтың арқасында мен Франция қаласында 2024 жылы академиялық ұтқырлық бағдарламасында Сианс По университетінде білім алып келген болатын. Және содан кейін Вашингтон қаласындағы ақш-та өз бастауын алған халықаралық Global Political Leaders ұйымында Қазақстан Республикасының алғашқы өкілі болып танылдым. Қазіргі таңда мен өзімнің біліктілігімді арттыру мақсатында Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің Алматы қаласындағы өкілдігінде өз тағылымдамамнан өтудемін. Және осы орайда мен әрбір жанның өзінің дамуы, оның жетістігі мен белсенділігі оның ішіндегі талпынысына байланысты деп айтқым келеді. Баршаңызға сәлем. Менің есімім Зоқбаева Айгерім Бердібекқызы. Мен Ақсуат негізгі жалпы білім беретін мектебінің 2018 жылғы түлегімін. Қазіргі таңда Қарағанды медицина университетінің жалпы медицина мамандығы бойынша 5-ші курс студентімін. Ұядай ғана жүректен орын алған Ақсуат дейтін елді мекеннің перзентімін. Туған жер дегенде ет жүрегі езілмейтін пенде жоқ шығар сірә. Білімнің нәрін елге деген махаббаттан бастаған осынау түлеп ұшқан ұямның алар орны қашанда биік. Елім деп еміреніп, жерім деп жұдырықтай жүрегінен орын берген перзент барда, туған жердің аты өшпейді, өлмейді, және мәңгі жүрегімізден орын алатыны хақ. Елге деген махаббат бізді биік белестерден туған жерімізге деген адал қызметке және үлкен асқақ армандарға жетелейтініне сенемін. Сол арман жолында алған бағыттан адаспай жетістіктерге жетуіміз туған елдің көркеюіне жол ашпақ. Құрметті жас буын, болашақ түлектер, сіздер де туған жердің тарихын ұмытпайтын, жүрегі ел деп соққан перзенттер қатарынан болады деп сенемін. Себебі бүгінгі шәкірт ертеңгі елдің жарқын болашағы. Жайлап отыр менің ауылым, Алатаудың сол бір бауыры. Туып өстім сенде есейдім, алаулатып жастық жалыны.